Газетке жазылу елдіктің бейнесі, кез келген басылым ұлттың айнасы, облыстың бет бейнесі, адам жанына рухани қуат беретін, санасын оятып көкірек көзін ашатын, сырласа да білетін, мұңдаса да білетін, тіпті қажет кезде қамқор қолын созатын, мерзімді басылыммен достасуға құлық танытпау рухани мүгедектікке алып келіп, ұлт болашағының тәрбиесіне үлкен қауіп төндіретінін ұмытпағанымыз жөн. Бүгінгі жаһандану заманында ақпараттар легі көз ілеспес жылдамдықпен жаңарып, әлеуметтік желілердің рөлі арта түсті. Бірақ көзі қарақты оқырман қауым үшін газет өз құндылығын жойған емес. Мұндағы әрбір сөз тайға таңба басылғандай тарихта қалады. Алматы облысы Райымбек ауданындағы ең ірі ауылдардың бірі осы Текес ауылдық округі болып саналады. Осы Текестің әкімі және біраз тұрғындары бізге арнайы хабарласып, осы ауыл тұрғындары президенттің оқитын ұлт деген бастамасына орай оқитын отбасы деген челлендж жасап, осы бір бастама көтеріп жатырмыз дегенде біз қуандық. Сонымен екі газеттің бас редакторын, Алатау Ньюстың қызметкерлерін алып, бүгін арнайы келіп, ауыл тұрғындарының жалпы жиналысына қатыстық. Жиналыста Текес ауылының тұрғындары Алматы облысының тұрғындарына арнап үндеу қабылдады. Оқитын отбасы болайық деп. Әр отбасыда бір газет, бір журналдан болып, балаларымызды, ұрпақтарымызды оқуға үйретсек. Өйткені болашаққа қарай беттеп бара жатқан ұрпақ әлеуметтік желіге байлану жиілеп бара жатыр. Сондықтан оқуға балаларға бағыт берейік деген ниетпен өте бір сәтті қозғалыс басталып отыр. Осы үндеуді, осы қозғалысты облыс жұртшылығы қолдап әкетеді деген үлкен сенімді арқалап кетіп бара жатырмыз. Жалпы президентіміздің айтқандай, жаппай оқитын ұлт қалыптастыру қазіргі уақыттағы жаңағы тәлім тәрбиенің барлығы осы оқуда, немесе кітапта, не болмаса осы біздің газет журналымызда. Осы бастамамыз ауыл болып, аудан болып, облыс болып, республика болып жалғаса берсін. Енді газет оқу деген енді жаңағы балаларды білімге тәрбиелеу ғой. Енді жаңа айтып жатыр. Сотқа көп кесілгеннен гөрі жаңағы газет оқып, кейбір газеттерде ол мақаладың тәрбиелік мәні болады ғой. Соны түсіну керек, оқу керек соны. Мысалы Міржақып Дулатов, оян қазақ дейді мысалы сонда. Қазақ оятқан қайсар дейді. Мысалы Міржақып Дулатов жөнінде оқу керек. Ахмет Байтұрсынов, бұл қазақ үшін қызмет еткен, бүкіл өмірін қазаққа арнаған Ахмет Байтұрсынов жөнінде оқу керек. Сондай аяулы азаматтарымызды оқу керек. Бір кітап бір адамның руханияты деп алып қарайтын болсақ, қазіргі заманда газет тұтастай ұлтымыздың руханияты деп айтсақ, артық айтқандық болмас. Бұл газет дегеніміз тағы да айтар болсақ, тәлім мен тәрбиенің тал бесігі деп айтатын едім. Ал бірақ сол қазіргі уақытта тәлім мен тәрбиенің тал бесігінде тұтастай тербеліп жатырмыз ба, тербелмей жатырмыз ба, соғанда кішкене іш ашитындай жағдайымыз бар. Алып қарайтын болсақ, бұның бәрі тұтастай заманның жаршысы деп алатын едім. Себебі әр газетте осы ұлтымыз бен ұлысымызда болып жатқан дүниелердің барлығы толықтай қамтылады. Бүгін ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туған жері Райымбек ауданының бүтін бір ауылы мемлекет басшысының оқитын ұлт бастамасын қолдап, оқитын отбасы челленджін бастап баршаға үлгі көрсетті. Осы орайда барлықтарыңызды республикалық Алатау арайы және Агни Алатау газеттеріне ұйымшылдықпен жазылып, газет оқу мәдениетін қалыптастыруға шақырамыз.